Нахл сүресі туралы хадистер мен түсіндірмелер. Ибн Аббас былай дейді: Алла тағала кімде-кім иман келтіргеннен кейін Аллаға күпірлік қылып, көңілі күпірлікке толық ауатын болса, ондайлардың басына Алланың қаһары жауады, һәм олар үшін алапат азап бар. Алайда жүрегі иман нұрымен нұрланып, көңілі жай тапқан соң, қатты қысым көріп күпірлік сөзді еріксіз айтқан жанның жөні бөлек деген аяттағы жалпылама үкімнен мыналарды бөліктеп алды. Сонымен қатар иман еткен үшін жазықсыз жапа шегіп, қысым көргеннен соң Алла үшін хижрет еткен, содан кейін Алла жолында қасық қана қалғанша күрескен, аянбай еңбек еткен әрі басқа түскен қиыншылықтарға сабырлылық танытқан жандарға Раббың өзі жар болады. Содан кейін Раббың олардың осынау игі істерінің қарымын оларға күнәларын кешіріп, мейіріміне бөлу арқылы сөзсіз қайтарады. Өйткені ол өте кешірімді, ерекше мейірімді. Бұл жерде айтылып тұрған кісі Абдулла ибн Әбу Сарх болатын. Бұл кісі Расулалланың уахи жазушысы еді. Шайтан оны жолдан тайдырып, кәпірлердің қатарына қосылуына себеп болды. Алла елшісі Фәтх күні, Мекке алынған күн, оның өлтірілуіне әмір етті. Араға Осман түсіп оны кешіруді, жанын қалдыруды сұрады. Ақырында пайғамбарымыз оны кешірді. Түсіндірме. Аяттағы иман келтіргеннен кейін Аллаға күпірлік қылып, көңілі күпірлікке толық ауатын болса, ондайлардың басына Алланың қаһары жауады, һәм олар үшін алапат азап бар деген сөйлемде Абдулла ибн Әбу Сарх меңзелгендігі айтылды. Бұл кісі кім? Басынан қандай оқиғалар өткен еді? Бұл кісінің толық аты жөні Абдулла ибн Сағд ибн Әбу Сарх ибн әл-Харис, халық арасында мәшһүр болған лақабы, күниясы Әбу Яхия, Әзірет Осман Зинурайнның сүт бауыры. Анасы Махаба бин Джабир. Тек қана Ибн Хиббан әкесінің мұнафық болғанын айтқан. Фәтхтан бұрын мұсылман болып, хижрет жасаған. Абдулла ибн Сағд ибн Әбу Сарх Алла елшісінің уахи жазатын жазушыларының бірі болатын. Уахи түскен сәтте Алла елшісі оған хатқа түсіртіп алатын. Өкінішке орай, шайтанның қанды қақпанына ілінді де, діннен шығып, Меккедегі кәпірлерге қайта барды. Ол Құрайыштарға барған соң, мен Мұхаммедтің жаздырғандарына қалай болса, солай қарым-қатынас жасадым. Ол маған Азизул Хаким деп жаз десе, мен Алимул Хаким деп жазатын едім. Ол болса, иә, бәрі де дұрыс дейтін деп, кәпірлердің көңілінен шығатын алуан түрлі өтіріктер айтатын. Оның бұлай деп жүргені Алла елшісінің құлағына жетеді. Мекке алынған кезде Алла елшісі Мекке халқына жаппай кешірім берді де, басқа бір риуаятта 2 әйел, 4 еркек, жалпы 6 адамды қағбаның жабуының астында отырса да қай жерден табылса, сол жерде өлтірілу керек екеніне әмір етті. Абдулла ибн Әбу Сарх та осылардың ішінде еді. Абдулла басы кетерін ести сала сүт бауыры Әзірет Османды паналады. Әзірет Осман оны біраз уақыт бойы жасырып ұстады. Халық іші тынышталды ау деген кезде, екеуі бірге Расулалланың құзырына кешірім сұрау үшін барды. 3 мәрте серт беруге рұқсат сұрады. Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм әр сұраған сайын үнсіз қалып, дұрыс жауап қатпады. Әзірет Осман қиылып қоймаған соң 3-ші мәртеден кейін сертін, биғатын қабыл етті. Олар Алла елшісінің жанынан кеткенде сахабаларға жүзін бұрған пайғамбар араларыңызда санасы сергек, ақылы орнында болған ешкім жоқ па еді. Мен серт беру үшін қолымды бермей отырған кезде дереу басын шауып түсіретін, деді. Ансарлардан бір кісі, шіркін-ай, бізге бір қаққаныңызда ғой, дереу өлтіріп тастайтын едік деген кезде, пайғамбарға қиянатшылдың көзі, іші мен сыртының сай келмеуі, тілімен үндемей, көзімен ишарат жасауы жараспайды деп жауап берді. Сол күні 2-ші мәрте мұсылман болған Абдулла ибн Әбу Сарх дүниеден өткенге дейін исламға ынты-шынтысымен беріліп, алуан түрлі қызметтер көрсетті. Ибн әл-Әсир, адам сүймейтін сүйкімсіз әрекеттің бірде-біреуі оның бойынан көрінген емес дейді. Расулалладан кейін, халифалар оның исламға жасаған қызметінен көптеген пайда көрді. Әзірет Осман хижреттің 25-ші жылында оны Мысырға әкім етіп тағайындады. Алла тағала Африканы исламға қаратуды оның қолымен жүзеге асырды. Бұл жеңіс өте үлкен һәм олжалы жеңіс болды. Олжасының көп болғаны соншалық жаяу әскерлердің әрқайсына ғаниметтің 1000 мысқалы, атты әскерлердің әрбіріне 3000 мысқалы берілді. Бұл сапарға Абдулла ибн Омар, Абдулла ибн Зубайр, Абдулла ибн Амр ибн Әл-Ас сынды саңлақ сахабалар да жауынгер ретінде қатысты.
Абдулла ибн Әбу Сархтың әйгілі екі жорығы да бар. Біреуі Нуба, Судан аймағына 31 жылы жасаған Әсәуид, қара түстілер, сапары. Бұл жорықта үкімі ғасырларға дейін жалғасқан бейбіт келісім шарт жасалды. Екінші жорығы болса, Византияға қарсы Константинопольге жасалған Сауари атты теңіз шайқасы. Бұл 34 жылы орын алды. Әзірет Османға қарсы бүлік бас көтергенде жәрдем ету үшін жолға шыққанмен, Мысырда көлденең шыққан кейбір кедергілердің себебінен кері қайтты, тіпті Әсқалан жеріне қайтуға мәжбүр болды. Әзірет Осман дүниеден озғанға дейін сол жерде тұрақтап қалды. Кей деректер оның Әсқаланға емес, Рамлаға шегінгендігін айтады. Бүлікке араласудан қорқып, Рәмла жеріне барып, өмірінің соңына дейін сонда болғандығы айтылады. Риуаяттар бойынша Абдулла ибн Әбу Сарх Раббым, соңғы амалым намаз болсыншы деп дұға етеді екен. Бір күні таң намазына тұрады. Бірінші рәкатта Уммул Құранды және Адият сүресін оқиды. Екінші рәкатта Уммул Құранды және тағы бір сүре оқып, оң жағына сәлем береді. Сол жағына сәлем берген кезде кеудесінен жаны шығады. Әзірет Алиге де, Әзірет Муғауияға да қол тапсырып, серт бермеген. Сифинде Әзірет Муғауияның қасында болғандығын айтқан риуаяттар бар болғанмен, бұл шайқасқа мүлде қатыспағандығын дәлелдеген риуаяттарда баршылық. Ол кісінің қайтыс болған уақыты әртүрлі айтылады. Біреулер 36 жылы десе, кей деректер 37 дейді. Әзірет Муғауия өмірден өткенге дейін қасында болып, 59 жылы қайтқандығы да айтылады. Ибн әл-Әсир, ең дұрысы 36 жыл дейді. Убәй ибн Кағб былай дейді. Ухуд соғысында ансарлардан 64, мұхажирлерден 6 кісі шейіт болды. Олардың бірі һәм бірегейі Хамза еді. Мүшриктер бұл шейіттердің тәнін турап, ағзаларын кесіп алып мазаққа айналдырды. Осыған ыза болған ансарлар, күндердің күні бізге де осындай мүмкіндік берілетін болса, бұдан зорын жасаймыз деді. Мекке азат етілген күні, мына аят түсті: егер өздеріңе жамандық жасағанның сазайын тартқызбақ болсаңдар, тиісті жазасын ғана беріңдер, яғни, өздеріңе жасалған жамандықтың есесін қайтарғандарында шектен шықпаңдар. Ал егер сабырлылық танытып кешірім етсеңдер, олай істеу сабырлылық танытқандар үшін сөзсіз, әлдеқайда қайырлы. Бір кісі тұрып, бүгіннен бастап Құрайш жоқ, деді. Сонда Алла елшісі, 4 кісіден басқа ешкімге тиіспеңдер деп әмір берді. Түсіндірме. Бұл аят жөнінде бір-біріне ұқсамайтын 3 түрлі көзқарас айтылған. Бір, Уахидидің риуаяты бойынша Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм Ухудта шейіт болған Әзірет Хамзаның денесін мазақ қылып, ойларына келгенді жасап парша-парша етіп бөлшектеп тастағандарын көрген кезде, сенің құның үшін 70-нің денесін паршалаймын деп ант ішеді. Сол кезде Жәбірейіл Нахл сүресінің соңғы бөлігін, яғни жоғарыда келтірілген аяттарды алып келеді. Аятта істелген жамандыққа дәл солай жауап берілуге рұқсат етілгенімен, сабыр етудің әлдеқайда жақсы екені айтылғандықтан, Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм кек алудан бас тартады. Ибн Аббас, Убай ибн Кағб, Шағби сынды ғалымдар соңғы 3 аяттан басқа Нахл сүресі толықтай Меккеде түсірілгендігін айтады. 2. Бұл аяттың қылыш көтеріп жихад жасау әмірі келмей тұрып, алғашқы кезеңдерде түскендігі де айтылған. Яғни, Бақара сүресінің 190-шы аятында, өздеріне қарсы соғыс ашқандармен Алла жолында соғысыңдар, бірақ, Алланың соғысқа қатысты белгілеген үкімдерін ескерусіз қалдырып, шектен шықпаңдар. Шүбәсіз, Алла шектен шығатындарды жақсы көрмейді деп соғысуға шектеулі түрде берілген рұқсат, жоғарыда келтірілген аятта егер өздеріне жамандық жасағанның сазайын тартқызбақ болсаңдар, тиісті жазасын ғана беріңдер, яғни, өздеріне жасалған жамандықтың есесін қайтарғандарында шектен шықпаңдар деп мәселенің анық-қанығына көз жеткіздіреді. Үшінші көзқарастағылардың айтуынша, бұл аяттың айтқысы келгені залымға жасаған зұлымдығынан артығын жасамау үшін мазлумдарға, зұлымдық көргендерге берілген ескерту және одан зорын жасаудан тыю. Бұл көзқарас Мужахид, Нахари және Ибн Сирин сынды ғалымдардың көзқарасы. Ибн Сирин осы аятқа сүйеніп былай деген: біреу саған қандай да бір жаманшылық жасаса, сен де оған дәл сондай етіп қайтар. Фахруддин әр-Рази бұл аятты алдыңғы аятпен байланыстыра отырып былай дейді: алдыңғы аят Расулаллаға былай бұйырған: уа, Мұхаммед, Раббыңның жолына даналықпен әрі жанға жағымды уағыз насихат айту арқылы шақыр. Сондай-ақ Алла жолында күресу, немесе сөз таластыру, керек болғанда әрдайым сөз бен іс-әрекеттің ең жақсысын таңда.
Демек, бұл аятта Алла тағала елшісіне адамдарды үш жолдың бірімен шақыруды бұйырады. Бірінші хикметпен. Екінші жағымды уағыз насихатпен. Үшінші сөз таластыруда ең жақсысын таңдау. Бұл шақыру халықтың көнерген ұғымдарын, ескі әдеттері мен қылықтарын тәрк етуді талап етеді. Әрбір адам бұл істі бірден қабыл ете қоймайды. Тіпті шақырып отырған кісіні мазаққа айналдырып қорлап, лағнет жаудырып, ұрып-соғу, өлтіруге дейін әртүрлі жаманшылықтар жасайды. Осындай жағымсыз әрекеттерге душар болған шақырушылардың адами табиғаттары дәл солай жауап қайтаруға, тіпті одан да зорын жасауға итермелеуі әбден мүмкін. Міне, осы тұста аят мұндай жағдай бола қалса, орнымен шегін білуді бұйырып, өздеріне жасалғаннан артық іске бармаңдар дейді. Имам Рази бұл аяттың осылай түсінілуі керек екенін айтады.